Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мастер-класстарда сатылатын және де қазіргі таңда хит болып жатқан Орео пирогын дайындайтын боламыз. Барлық заттары үйдегі қолжетімді заттардан жасалатын өте дәмді пирог. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне какао қосамыз, бір ас қасық разрыхитель, яғни қопсытқыш қосамыз, және де қантымызды саламыз. Осы құрал қоспаның барлығын венчигіміздің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мен қопсытқышты бір қасықты толтырып тұрып салдым, солайынан бір қасықты толтырып салуларыңыз керек. Міне мен барлық құрал қоспаны толықтай араластырып алдым. Енді келесі кезекте біз қазір үстіне бөлме температурасындағы тұрған сары майды саламыз. Сары майды мен алдын ала осылайынан төртбұрыштеп кесіп алдым. Енді қазір осы майымызбен бірге құрал қоспаларымызды осылай қолымыздың көмегімен ұнтақтап шығатын боламыз. Міндетті түрде майларыңыз бөлме температурасында болсын. Егер де бөлме температурасында болмаған жағдайда үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады. Міне біздің қоспамыз дайын болды. Қараңыздар, міне осындай қолға жабысатын сәл қамыр дайын болу керек. Енді қазір ортаңғы жағына осылайынан бір жұмыртқаны саламыз. Енді қамырымызды илейтін боламыз. Басында қамырды илеу барысында бізде жұмыртқамыз аз сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ та илеу барысында біздің осы қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан қамырымыз міне өте жұмсақ және де оңай иленеді. Бізде қамырымыз песочный болып шығу керек. Міне қараңыздар, жұп-жұмсақ дайын болды. Енді қазір мен кішкентай бөлігін осылайынан алып қаламын. Оны мен мұздатқышқа салып қоямын, ал үлкен бөлігін тоңазытқышқа салып қоямын. Өйткені біз үстіне себуге керек болады. Енді біз қазір салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін Орео печенькаларын саламыз. Алдын ала сақтап алсаңыздар болады. Измельчительда немесе салфан пакетке салып, мен осылайынан барлығын бірден қосып жатырмын. Одан кейін сүзбемізді қосамыз, яғни творог, қантымызды қосамыз, және де қаймақ қосамыз. Қаймақпен де 20% қаймақ, және де жұмыртқаларымызды қосамыз. Енді үстіне біз жүгері крахмалын қосамыз. Егер де жүгері крахмалы болмаған жағдайда сіздер ұн қоссаңыздар да болады. Енді мен қазір осылайынан блендердің көмегімен ұнтақтаймын. Егер сіздерде блендер болмаса, Орео печенькаларын алдын ала ұнтақтап аласыздар, салфан пакетке салып, және де миксермен араластырсаңыздар болады. Мен осылайынан міне блендермен араластырып алдым барлығын. Біздің сұйықтығымыз дайын болды. Міне менде осындай сұйықтық пайда болды. Енді қазір біз пирогымыздың формасын жасайтын боламыз. Мендегі форма диаметр 24 см, астына фольганы төсеп алдым. Енді қазір үлкен бөліктегі қамырымды осылайынан қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Қолымыздың көмегімен бортиктардың барлығын шеттерін шығарамыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан бізге бортиктарын шығару және де формасын жасау өте оңай болады. Міне осылайынан қолымыздың көмегімен бортиктарын барлығын шығардым. Бортигін сәл үлкенірек алыңыздар. Енді шанышқының көмегімен осылайынан шеткі бөліктерін басып шығамыз. Сонда біздің бортиктарымыздың барлығы біркелкі болып шығады. Енді үстіне салмамызды құямыз. Бортиктарын осындау қылып піссеңіздер, биіктеу қылып, сонда міне біздің салмамыз осылай сәл бортиктан төменірек болып орналасады. Енді біз жеке алып қалған кішкентай бөлікті мұздатқышқа қойдық. Енді сол мұздатқыштан алып, осылайынан міне қолымыздың көмегімен осылайынан үзінді жасап, үстіне сеуіп шығамыз. Егер сіздердің уақыттарыңыз көп болса, мұздатқышқа көбірек ұстап, үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады. Міне осылайынан дайын болды. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіріп алдым. Міндетті түрде 3-4 сағат салқындатып алыңыздар. Одан кейін салқындатқаннан кейін бірақ кесіңіздер. Қараңыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Ортасындағы міне қара болып тұрған Орео печенькалары өте әдемі болып көрініп тұр. Қатты сұқтамасаңыздар да осылай әдемі болып көрінеді. Өте оңай жасалады, дәмі де ерекше пирог болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.